Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін Coins атты платформаны қарастыратын боламыз. Бірінші бұл платформаға кірмес бұрын coins3d.com деп жазуымыз керек. Сосын бізде осы платформа ашылатын болады. Платформада өзіңіз тіркеле отыра 14 күн бойы белгілі бір лимит біткенше осы бағдарламаны тегін қолдана аласыз. Содан кейін 14 күннен кейін сізден премиум подписка сатып алуын сұрайды. Жалпыма бұл платформаның ең бір артықшылықтарының бірі, бұл платформаны біз қазақ тілінде қолдана аламыз. Яғни бізде көп платформалар ағылшын тілінде болуы мүмкін, немесе орыс тілінде, бірақ бұл платформада бізде қазақ тілі де қамтылған екен. Жалпылама бұл бағдарламаның бірінші мақсаты ол оқушыларға жалпылама 3D нұсқасында белгілі бір тақырып түсіндіру. Мысалы, биология, география, геометрия мұғалімдері үшін олар өз тақырыптарын осы 3D нұсқасына түсіндіре алады. Адам биологиясын алатын болсақ, бізде биологияда адам анатомиясы өте үлкен тараулардың бірі. Осы 3D нұсқасында көрсететін болсақ, оқушылардың ойында жүйелі түрде қалыптасады. Мысалы, біз сілекей бездерін алайық. Сілекей бездері, мысалы, шықшыт сілекей безін осылай таныстырып кетсеңіз болады. Ол қайда орналасқан? Оқушылар осы арқылы сол, мысалы, белгілі бір органның қайда орналасқанын біле алады. Мысалы, төменгі жақ асты безі осы жерде орналасқан, тіл асты бездері деген сияқты. Мысалы, кіріспен басатын болсақ, мысалы, тамақты шайнау кезінде сілекей онымен араласады, оны сілекей бездері шығарады деген сияқты. Осы тақырыпқа сай бір ақпарат берілген. Яғни сіздер бұл 3D нұсқасын көрсетіп қана қоймай, оқушылардың өздеріне де қарап келуіне, біліп келуіне ұсына аласыздар. Келесі бізде жануарлар биологиясы бар. Аршаянның түрі қандай болады, сиырдың ішкі анатомиясы, жарқанаттар деген сияқты 3D нұсқасы берілген. Сол сияқты өсімдіктер биологиясы, палеонтология және де физика, химия, география мұғалімдері үшін де қолданылады бұл платформа. Мысалы, физиканы ашатын болсақ, бұл жерде бірінші бізде көріп тұрғанымыздай тараулар берілген. Мысалы, механика және кинематика, динамика деген сияқты. Сол тарауларды таңдай отыра сіздер өз тақырыптарыңызға сәйкестендіріп көрсете аласыздар. Мысалы, денелердің қозғалысы жылдамдықты алатын болсақ, бұл жерде бізде ұлу мен құмырсқан берілген екен. Мысалы, бірінші өлшем ұлуды алатын болсақ, ұлуды осылай көрсетіп тұр. Осылай жақындату арқылы, алыстату арқылы оқушыларға түсіндіре аласыздар. Мысалы, екінші өлшем қалай өзгеретінін айтады. Қысқаша осындай бізде ақпарат берілген. Яғни 360 градуста осы бағдарлама арқылы түсіндіре аласыздар. Механикалық энергияда потенциалды энергия дегеніміз не, кинематикалық энергия дегеніміз не, молекулалық физика, диффузия дегенімізді қалай түсіндіреміз, вакуумдық колба деген сияқты физиканың белгілі бір тақырыптарын осы платформа арқылы түсіндіре аласыздар. Келесі бізде химия мұғалімдері үшін периодтық кесте, ДНК, кварц, фазалық ауысу, булану сияқты процестерді түсіндіре аласыздар. Одан кейін география мұғалімдері үшін бұл жерде бөлінген геология, астрономия деп бөлінген. Геологияны ашатын болсаңыздар, яғни жер туралы ғылымды түсіндіруге арналған пайдалы қазбалар, жартастар, жер планетасы деп үш тарауға бөлінген екен. Бізде тағы да геометрия мұғалімдері үшін де қолдануға болады. Қағаз үлгісінде көрсете аламыз. Мысалы, октаэдр. Мынау бізде октаэдр. Бұл октаэдрді біз қағаздан қалай жасай аламыз? Тура осылай. Осындай қағаз үлгісі де берілген. Планиметрия дейді. Планиметрияда, яғни түзу орналасуы, бұрыш. Яғни оқушыларға көбінесе оларды қағаздан сызу арқылы емес, осылай 3D нұсқасында көрсететін болсақ, оларға көбірек түсінікті болуы мүмкін. Тағы да бізде мәдени мұраны сақтау, тағы да қосымша мәліметтер ретінде тәжірибелер және 3D принттер берілген. Жалпы осы бағдарлама арқылы оқушылардағы кез келген тақырыпты 3D нұсқасына түсіндіре аласыздар. Осы бағдарламаны қолданыңыздар, өз сабақтарыңызды тиімді етіңіздер, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет.